Исламның алыстан салған 2 голы мен Абаттың құйтырқы пенальтиі маңызды 3 пайда алып келді. Жігіттер бүгін барлығын жасады. Ұлттық құраманың осы ойынынан кейін ешқашан жанкүйерлік білдіртіп көрмеген Данияға бауырлас елде жанкүйерлік білдірттік. Себебі Данияның Словенияны жеңуі біз үшін ауадай қажет болды. Егер керісінше Словения жеңіп кеткенде, онсыз да ауыр жағдайымыз одан сайын мүшкіл деңгейіне түсер еді. Данияның бұл сыйлығын енді толыққанды пайдалануымыз керек. Бізге керек жеңіс және тағы да жеңіс. Сан-Марино жартылай финал болса, Словения енді Еуроға жолдама беретін финал болып тұр. Бүгінгі ойын өте ауыр болды. Бәлкім ойларсыздар. Есеп 3-1 ғой. Ойын қалайша қиын болады деп. Алайда тарихында ешқашан жеңіс көрмеген Сан-Марино күннен күнге жақсы ойнап келе жатыр. Баяғыда доп ұстау білмейтін. Ал қазір комбинациялы пастарды да жасайды. Бізге гол салды ойбай демейік. Бұл команда өткен Даниямен ойынында тіпті жеңіске де ұмтылғандай көрінді. Соңғы есеп 1-2 болса да, статистикаға үңілсек, рейтингтегі соңғы команда деп айта алмаймыз. Бәрі ұтып жатыр деп айтады, ұтпаған команда деп, бірақ негізі именно осындай командамен ойнау өте ыңғайсыз. Кезінде Қазақстанның да жеңістерін көре бермейтінбіз. Ал қазір жиі көріп жатырмыз. Дәл сол секілді Сан-Маринода алдағы уақытта дәл осы темппен қимылдай беретін болса, онда бір нәтижеге жеткізеді. Бұл ойынға еліміздің президенті Қасым-Жомарт Тоқаев та келді. Өткен Солтүстік Ирландиямен болған ойында да келіп еді. Осы жолда жанкүйерлік білдіртейін деп үлесін қосты. Президенттен бөлек әлемдік жұлдыз атанып жатқан Димаш Құдайберген де келген екен. Ал стадиондағы халық саны 30.100. Бұл тағы да жаңа рекорд. Бүгінгі бөлімде Сан-Мариномен болған ойындағы қызықты сәттер мен голдарға шолу жасап өтеміз. Сіздермен бірге Желаяқ Тернас және де оның жүргізушісі мен Беклан. Біздің басты демеушіміз ол ешқашан бәстік бәткеңсе. Себебі біз берекелі дүние болғанын қалаймыз. Маған қолдау ретінде арнама жазылып кетіңіздер. Мен үшін ол өте маңызды. Ойынға шолу жасамай тұрып, құрамға назар аударайық. Себебі мұнда аздап жаңалықтар бар. Ислам Чесноков алғаш рет бастапқы құрамда, ал Александр Зоев дебютын алып жатыр. Матч басталды. Екі жақтан да пайдасыз шабуылдардан кейін енді ғана 19 минутта пастармен жалғасқан шабуыл пайда болды. Абзал Рамазанға, Рамазан Абатқа, Абат қайта Абзалға, Абзал Тимурға, Тимур ортада ашылып бара жатқан Александрға. Ол бір адамды тартып жіберіп, соққы жасайды. Бер ұшқан соққысын Ислам Чесноков бірден соққылатып, дебюттік голын иеленді. Әдемі соққы, әдемі гол. Дәл осы шабуылда бәрі әдемі болды. Әрдайым осылай ойнасақ, ешқандай құрама бізге қарсы тойтарыс бере алмайды. Алайда мұндай шабуылдар әр кезде бола бермейді. Бірінші таймға қосылған 2-ші минутында Бағдат Қайыровтың айып алаңына шығарған пасы қауіпті сәт тудырды. Бұл жолы тағы да сол Александр Зуев бір адамды тартып соққылатты. Қақпашы орнында екен. 51-ші минутта Сергей Малый Пирлоның стилінде шабуыл шебінде тұрған Ислам Чесноковқа әуелетіп тастайды. Бір ғана қимылмен допты өзіне үйретіп алып, шамамен 28 метр жерден тепкен соққысы сұмдық голға ие болды. Жойқын соққы жасайтын ойыншылардың тізімі көбейген секілді. Асқат Тағыберген, Абзал Бейсебеков, енді міне Ислам Чесноков. Осы гол Еуроның парақшаларында үздік гол номинациясына үміткер болып жатса, таң қалудың қажеті жоқ. Голда оған дейінгі паста керемет болды. 58-ші минутта Тимур Досмағамбетовтың бұрыштамадан берген пасына капитан Абзал Бейсебеков соққы жасап үлгерді. Тағы да гол болуға жақын болған соққысын қақпашы қайтарып жіберді. 59-ші минутта Сан-Марино айып соққыдан айып алаңына алыстан пас тастайды. Арғы бұрышта тұрған ойыншысы допты бірден ортаға ығыстырады. Малый мен Шацкидің бір-бірімен таласып қалғанын көрген Симоне Франчози қателіктерін сәтті пайдаланып есепті қысқартады. Қарсыласты сирек соғылатын голдарымен құттықтаймыз. Ал бұл гол шеберлік емес, біздің қателік болып тұр. Келген допты Малый аяғымен қайтарам деп үлгермей қалады. Сол кезде Шацки де дәл сол допты қайтарам деп қолын алға сермейді. Екі семсер қылыш айқасқан кезде қарсылас гол салып кетті. Шацки голдан кейін Малыйға мен алар едім ғой деген көзқараспен қарағанын байқап тұрмыз. 88-ші минутта Ян сол қапталдан жақын жерден ашылған Арман Кеңесовке пас шығарады. Арман болса алдында қаншадан барына қарамастан алдай түсті. Екіншісін алдап өтіп бар жатқанда түбінде құлатып, құрамамызға пенальти тебуге мүмкіндік алып келеді. Нүктеде Абат Айымбетов.
Біздің құрамада пенальти тебетіндердің қатарында бірінші Асхат Тағыберген, екінші Бақтияр Зайнутдинов тұр. Екеуі де жарақат алған соң, ол рөл Абат Айымбетовке түсті. Байқағаным көп пікірлерде де, видео жаңалықтарда да бізге исламның хеттіригі керек, Ислам Чесноков тебу керек деп айта бастады. Мен де солай ойладым. Ақыр ұтып тұрмыз, бірақ біздегі нағыз шабуылшы ол Абат Айымбетов қой. Ол теппегенде кім тебеді? Соққы гол. Есеп 3-1-мен аяқталды. Жалпы ойын маған футбол жанкүйері ретінде ұнаған жоқ. Ал ұлттық құрамаға жаны ашитын адам ретінде өте керекті нәтижелі матч болып отыр. Себебі ойында сән жоқ, қателіктер көп. Тепте жүгір ойын болды. Сейчас абсолютно не до красивой игры. Ее вообще надо выбросить с головы красивую. Надо добыть результат. Мы уже сосредоточены на это. Негізі, дәл қазіргі таңда сән үшін ойнаудың қажеті жоқ. Жартылай финалға тең ойында әдем ойнаймыз деп опық жесек, тағы да масқарамыз шығады. Одан бөлек бұл негізгі құрам емес. Көптеген ойыншыларымыз жарақатынан емделіп жатыр. Бұл туралы бапкеріміз де айта кетті. У нас Габышев, у нас Исламхан, у нас Зайнуддинов, у нас Тагиберген, да, сейчас Каиров получил. Но для нашей сборной они очень ощутимы, эта проблема. Очень. Я вам всегда говорил, 15-16 человек, на котором держится здесь результат. Я вам больше скажу, 8 человек, вот из этих 8 кто-то выбывает, у нас возникает проблема. Ойыншыларымыз тезірек жазылып кетсін. Ал Исламды дебюттік голдармен құттықтаймын. Әдемі голдар салды. Дебютные голы очень приятно, конечно. Но еще раз повторюсь, главное, что выиграла команда. И мы поедем в Словению в очень хорошем настроении. Енді санаулы күндерден кейін Словениямен ойын болады. Жеңсек жазда Германияға барамыз, жеңілсек қаламыз. Яғни финалдық ойын десек болатын шығар. Бірақ бір нәрсені айтқым келіп тұр осы кезде. Мұндай Қазақстанды мен де, сіздер де бұрын соңды көрмегенсіздер. Қашан дәл осылай топтан шығамыз деп үміт артып отырдық. Есімде жоқ. Тіпті іріктеу кезеңдегі барлық ойындар ішінде жалғыз жеңісті көрсек те, біз үшін финалда жеңгенмен тең еді ғой. Еуро әлем чемпионаты деген орындалмайтын арман еді. Ал енді міне Еуроға бір-ақ қадам қалып отыр. Құдай қаласа, ол жаққа да барамыз. Алға Қазақстан, сіздермен бірге желаяқ тернасы. Жеңісті күндерде жолыққанша. Сау, саламат.